Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз структуралық лингвистика. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, структурализм. Екінші, Прага мектебі. Үшінші, Копенгаген мектебі. Төртінші, дескриптивтік мектеп. Бесінші, этнографиялық тіл білімі. Структурализм терминін алғаш қолданған ғалым осы. Жалпы ғылымның, оның жаңа түрлері, кибернетиканың, математикалық логиканың дамуы, электрондық машиналардың пайда болуы, оны тіл біліміне қолдану талабының өсуі, тілдің тәжірибелік қызметінің күрделене түсуі және салыстырмалы тіл білімі нормативтік грамматикаға жеткілікті мән бермеуі структурализм бағытының тууына себепші болды. Структуралық бағыттың көпшілікке танылған үш мектебі болды. Прага мектебі, Чехословакия, Копенгаген мектебі, Дания, дескриптивтік мектеп, Америка. Оларды біріктіретін мәселелер: бірінші, тілдің ішкі элементтері, бір-бірімен байланысты тұтас жүйе, бір бүтін құрылым. Тіл білімінің міндеті тілдің құрылымын зерттеу деп санады. Екінші, тілдің құрылымдық элементтерін зерттеуде лингвистикалық сипаттау әдісін қолдануға шешуші мән берді. Үшінші, олар сосиоризм мен тілді таңбалар жүйесі деп санады. Төртінші, структурализм мектептері синхрония мен диахрония мәселесіне мән берді. Прага мектебі 1926 жылы қалыптасқан. Көрнекті өкілдері Матезиус, Гавранек, Трнка, Скаличка, Якобсон, Трубецкой тағы басқалар. Бұлар тіл білімінің нысаны тілдің құрылым жүйесі мен тілдік элементтердің қызметін зерттеу дегенді баса айтты. Тілдік элементтердің қызметін бірінші орынға қоятындарына қарап, бұл мектепті прагалық функционалды лингвистика деп те атайды. Адамдардың ойлауға, сезімге, еркін білдіруге психикалық қабілеттілігі тілдің коммуникативтік, білдірушілік, қаратпалық сынды үш түрлі қызметін туғызды. Бұл қызметтерге тілдегі хабарлы, лепті, бұйрықты сөйлемдер және сөйлеу актісіндегі тілдік таңбалардың құрылымы сай келеді дейді. Функционалды лингвистика өкілдері фонология мәселесімен айналысқан. Бұл салада Трубецкойдың атқарған рөлі ерекше. Фонетика тіл дыбыстарының физикалық, физиологиялық сипаттары туралы ілім. Ал фонология тіл дыбыстарының қызметтік, мағына ажыратушылық жағын зерттейді. Фонологияның нысаны фонема, бір сөзді екінші сөзден бөліп танытады. Лексикалық, грамматикалық мағыналарды ажыратып танытатын фонологиялық оппозициялардың жиынтығы фонологиялық жүйе деп аталады. Фонемалардың сөз мағынасын түрлендіру, сөзді өзгерту қызметі фонологияның негізгі мәселесі. Прагалықтар әдеби тіл нормасы, тілдік және поэтикалық стиль, сөйлеу мәдениеті мәселелерінде зерттейді. Прага мектебі синхрония мен диахронияны бірлікте қарайды. Прага структуралистері тіл дүниетанудың құралы. Ол мәдениетпен, өнермен, көркем әдебиетпен байланысты. Тілді өзімен өзі тұйықталып жатқан анатомиялы дүние деп санау дұрыс емес. Тіл жүйесін бір қалыптан аумайтын, өзгермейтін синхрондық қана жүйе деу қате. Жүйе де үнемі өзгеріп отырады дейді. Копенгаген мектебінің өкілдері өздерін глоссематиктер деп атады. Осы атау арқылы олар өздерінің тек тіл біліміне ғана тән мәселелермен айналысатын, тілдің ғылымаралық нысаналарына жуымайтын зерттеушілер екенін байқатқысы келді. Көрнекті өкілі Луи Элмслев. Бұл мектептің негізгі принциптері: бірінші, нақты тілдік фактілермен байланысы жоқ, абстракт, аксиомалық теория жасауды көздеу. Екінші, тілді таза қатынастардың сызбасы деп санау. Үшінші, зерттеу жұмысынан салыстырмалы тарихи әдіс дегенді біржолата аластату керек. Тілдер туыстастығы деген ғылыми проблема емес. Оның орнына тілдердің универсалды грамматикасын жазумен шұғылдану керек. Төртінші, тілді объективтік өмірден, басқа ғылымдардан бөліп, жекелеп қарау. Бесінші, зерттеу ісінде индуктивтік әдісті қолданбауды, дедуктивтік тәсілді ғана қолдануды ұсыну. Алтыншы, сосиоризм мен сөйлеуді индивидуалдық деп санап, оны тілдік нормаға, узусқа қарсы қою және синхрондық зерттеуге шешуші мән беріп, оны тілдің жүйелік сипатын зерттеудегі бірден бір тәсіл деп санау. Дескриптивтік мектептің көрнекті өкілдері Сепир, Блумфилд, Боас, Харрис. Америка структурализмі дескриптивтік мектеп немесе дескриптивтік әдіс деп те аталады. Ол бойынша тілдің белгілі бір дәуірдегі күйі, статикалық қалпы, эмпирикалық тәсіл бойынша сипатталады. Ондағы өзгеріс құбылыстар, даму, тарих деген ескерілмейді. Дескриптивтік мектеп таза тәжірибелік мақсаттан туды. Структурализмнің басқа мектептеріне қарағанда оның қалыптасқан тұрақты зерттеу жүйесі бар. Америка структуралистеріне бірден бір материал болған және сол әдістің дүниеге келуіне себепші болған индейстер тілдерін зерттеген ғалым Франц Боас. Блумфилд өз зерттеулерінде бихевиористік психологизмнің концепцияларын басшылыққа алады. Ол
өз ілімін механистік теория деп атайды. Бихевиоризмнің механистік концепциясы сол күйінде сөйлеу үрдісін түсіндіруге белгілі бір жағдайға байланысты туатын реакция деп есептейді. Сөйлеудің ойлау мен ұғыммен байланысы ескерілмейді. Тілдің коммуникативті қызметін мойындағанмен, оның іске асуын механистік жолмен түсіндіреді. Тілдің ойды қалыптастырудағы қызметін сөз етпейді. Дескриптивтік мектепті кейде ел мектебі деп те атайды. Дескриптивистер тіл ішкі сыртқы байланыстары бар сигналдар жүйесі дейді де, тіл білімін металингвистика, микролингвистика деп жіктейді. Металингвистика сөздік мінез-құлықтың сыртқы жағын зерттейді. Ол этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика, менталингвистика, фонетика, паралингвистика деген салаларды қамтиды. Микролингвистика сөздік сигналдарды сипаттайды. Алайда оның сыртқы өмірмен байланысына, тарих мәселелеріне, тілдің семантикалық жағына көңіл аудармайды. Оның материалдық жағын ғана қарастырады. Америка структуралистері зерттеудің негізгі әдістемесі ретінде дистрибуцияны алады. Олар глассематик тәрізімен тіл элементтердің конкретті мағыналары мен дыбыстық құрамдары тіл құрылымына жатпайды, сондықтан олар тіл білімінен нысан бола алмайды дейді. Бұлар үшін тіл білімінің өзекті мәселелері фонология мен морфология. Бірақ фонеманы оның дыбыстық материясынан бөліп алып, оған қарсы қояды. Дескриптивистер семантика мен фонетиканы тіл білімінің құрамынан шығарып, алдыңғысын логика мен психология, соңғысын физика мен физиология ғылымдарының нысаны етуді ұсынады. Лингвистикада тіл мәселелерін сол тілді қолданушы қауымның мәдени өмірімен, салт сана, әдет ғұрпымен байланыстыра зерттеуде екі бағыт қалыптасқан: Америка және Германия этнографиялық тіл білімі. Америка этнографиялық тіл білімінің өкілдері Сепир, Уорф, Германия өкілі Вайскербер. Екі мектепті ортақтастыратын мәселе тілді мәдениет пен халықтың рухани өмірімен байланыстыра қарайтынды. Екеуі де зерттеулерінде Гумбольдтың дүниені тану, білу үрдісінде тілдің атқаратын рөлі жөніндегі ілімін басшылық қалады. Айырмашылықтары ақш-тағы мектеп индейстер тайпаларының тілін, мәдениетін және этнографиясын, Германия мектебі неміс мәдениетінің ұлттық сипатын, белгілерін зерттеу негізінде туып қалыптасқан. Америка мектебі негізгі мәселе ретінде тіл мен мәдениетті, ал Германия мектебі тіл мен халықты алады. Екі мектеп те тіл функциясын, оның қоғам дамуындағы атқаратын рөлін, тілдің грамматикалық құрылысындағы ерекшеліктерді сөз етеді. Этнолингвистер Гумбольдтың пікірін басшылыққа алып, дүние жүзіндегі халықтардың әртүрлі тілде сөйлеу себебінен рухтан іздейді. Вайскербер әр тілдің дүниеге өзіндік көзқарасы болады десе, Уорф әр тілдің өзіндік метафизикасы болады дейді. Уорф тілдердің грамматикалық құрылысындағы өзгешеліктерді халықтың ойлау формаларындағы, дүниеге көзқарасындағы, дүние тану қабілеттеріндегі өзгешелік деп айтады.